Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу негіздерінен 36 бетті ашамыз. Жануарлардың достығы ы дыбысы мен әрпі. Бейне жазбаға назар аударайық. Ит пен мысықтың достығы. Енді балалар 36 беттегі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суретте не болып жатыр деп ойлайсың? Суреттен ы дыбысы бар сөздерді ата. Жарайсыңдар балалар. Енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Сұраққа сөйлем сызбасымен жауап береміз. Шырын құлынға не берді? Ы дыбысы естілетін сөздерді буынға бөліп айтамыз. Ы нешінші буында? Ы жуан дауысты дыбыс. Ы әрпі. О әрпі. Ыдыс. Ыдыс. Қымыз. Қымыз. Қамыс. Қамыз. Қырқаяқ. Қырғаяқ. Қылыш. Қылыш. Қыз. Қыз. Қызғалдақ. Қызғалдақ. Қызылша. Қызылша. Енді 37 беттегі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Ы әрпімен таныс бол. Ы әрпін құрастыр. Төртінші тапсырма. Сіріңкенің ішінен ы дыбысын ізде. Шырпы ыз етті. Саусағымды дыз етті. Сіріңкемен ойнауға болмайды балалар. Әрқашан осыны есімізде сақтайық. Бесінші тапсырмаға назар аударайық. Ыдырыс ыры мен таяқшадан қалай ы әрпін жасады? Ы әрпін әдемілеп бастырып жазып шығамыз.